Сәлем достар, мен аэропарктамын. Бұл әуежай емес, бұл аэропарк деп аталады. Осындай кішкентай болса. Осындай жер, кішкентай ғана. Кішкентай былай кукурузник деп айтады. Осындай ұшақтар ұшады. Былай. Мына жақта камералар қойып қойған. Адамы да жоқ. Заттарымды қойып қойдым. Кофемді ішіп алып, кекс жеп алдым таңғы асқа. Мына жақта бұзылып қалған ұшақ болу керек. Осы жақта тұр. Бұл ұшайын деп жатқан себебім менің мына жақта жұмысқа өмір сүруге қажетті құжаттарымды жіберген болғанда саусақ іздерін алады екен. Әлі болмай жатыр. Саусақ іздерін алатынға енді келдік. Оған да Құдайға шүкір. Бұл жаққа көшіп келгендердің, бұл жақта тұрып жатқандардың сондай бір қылмыс жасаса табу үшін кез келген жағдайда саусақтың іздерін алады. Соны беруге бара жатырмын. Вашингтонның шығыс жағындағы бір қалада. Якима болу керек. Соған ұшып барамын. Жарты жолда осымен. Қазір менің ұшағым келе жатыр. Басқа мінетін адам жоқ сияқты. Екі ұшақ адам сиятын ұшақ. Мына алаң. Осы шөп алаң. Көрмеген болуларыңыз мүмкін өмірлеріңізде. Тек қана цементтен емес, негізі шөппен де ұшалады негізі. Олар. Білмеймін, үлкендері ұшала ма, ұшалмай ма, бірақ кішкентайлары ұша береді екен. Қандай керемет, жап-жасыл. Әлі 20 минуттай. Ой, келе жатыр. Ұшағым келе жатқан сияқты. Дауысы мүлдем шығып тұрған жоқ, ше. Қонайын деп жатыр. Дәл үстінен түсіп қалдым ғой. Қонайын деп жатқан кезінде. Осыған мініп кетемін қазір. Дауысы мүлдем жоқ, я. Естілмейді. Әлде моторын өшіріп қойғанда, қонайын деп жатқан кезде. Енді естіле бастады маған. Сөйткен тұрайын, мынау бүйтіп жылжу керек. Hey.
осы күні ұшу деген өте жолым болушылық болды деп айтуға болады. Өйткені көбінесе бұл жолда таңғы уақыттарда бұлт болып тұрады. Теңізден келетін тұман секілді ауа массасы болады, оны жерді жауып тұратын. Сондықтан бұл көрініс маған енді бірінші рет бұйырды. Сондықтан ана тауларды, аралдарды, осы мына алаңдарды өсіріп қойған түрлі өсімдіктерді көру өте керемет болды мен үшін. Солайша қондым. Мына әуежайда, үлкен әуежай, аэропарк емес. Түркістан сияқты, Түркістаннан аз да ұшат халқы көп болмаса да. Өйткені Америкада бәрібір көп ұшады ғой. Неге күш бар, ұшақтар бар. Кішкене тұратын ұшақтар бар мына жақта. Жалпы негізі не болса да шөптен жасалған емес, бұл кәдімгі асфальт. Serious Airport деп айтуға болады оны. Керемет жетіп алдық. Жетіп алдым. Әдемі туалет екен. Таза, жақсы күтілген сіріңкелер. Мынау офисі. Жеке өзінің кішкентай күтіп отыратын жері бар. Осындай. Ал қонақ болған соң енді шығыс жағына бара жатырмын. Енді штаттың шығыс жағына бара жатырмын. Негізі Сиэтлға жоспарлап отыр едім, бірақ ол жақта өте қолайсыз күні болып қалды. Сондықтан уақытын ауыстырып, жерін ауыстырып, Якима деген қалаға шығыс жағына бара жатырмын. Және Якима ол Түркістанға ұқсайды екен, Қазақстанға ұқсайды екен, шөлділеу екен да, мына жақтағыдай жап-жасыл емес. Шөлді болған себебі штаттың орта жағында таулар бар. Ол таулар бұлттарды өткізбейді. Судың бәрін өзіне ұстап қалады. Сондықтан ол жаққа су бармайды екен, сөйтіп шөл болады екен. Сол орта жолда Германияға ұқсайтын, Баварияға ұқсайтын бір әдемі қала бар екен. Соны да көремін. Күшті дейді. Бұл жақта қонбаймын. Бірақ өте қызық болып тұр, қандай болатыны. Жолдарға қараңыздар, өте әдемі екен. Негізі мына қалада күндіз бұлт басып қала береді. Бірінші рет көріп тұрмын. Әдемі екен таулары. Алматыдағыдай биік күшті емес енді, бірақ ең болмаса кішкене таулар бар екен, әдемі. Ағаштары биік. Әдемі қала екен. Беллингхам, Вашингтон штаты. Ұнады. Кетіп баратсам, Колшан деген бір нәрсе тұр да. Бір магазин ба, тамақтанатын жер ма, білмедім әйтеуір. Әпкемнің атына ұқсап кетті. Туған әпкемнің. Гүлжан емес, Колшан дейді. Бір қытайша сөз екен, ол Колшан деген. Шан деген қытайша тау дегенді білдіреді екен. Сөйтіп күліп алғансың ғой. Қандай керемет. Ағаштар жолды жауып тұрғаны онша емес болып тұр енді, бірақ артын қарасақ мына тау өте әдемі екен. Күшті. Мынау керемет екен. Таулар барған сайын әдемі болып барады. Бұдан биігі шыға ма, шықпай ма?
Бизнестер алдымыздан шығып жатыр. Ғимараттар. Сосын Вашингтонның ерекшелігі мынандай, жолға Вашингтонның басының бішігін қойып қояды да. Мынандай километр қалды деген сияқты қылып жасап қояды. Вау, поезд көріп тұрмын. Мына жақтан поезд табу қиындау енді Америкада. Өте ұзақ, артындағы жабысып қалған поездары көп екен. Аттығандай еді. Ой, көрінбей қалды ғой. Бұл жақта Канададан мұнай алып келетіндер бар екен. Әлі де жалғасып кетіп бара жатыр. Міне өте ұзақ Қазақстанда көргеннен мен әлі кетіп бара жатыр. Ал басы болса ана жақта қалып кетті. Сол мұнай тасиды екен. Мұнай таситынға ұқсап тұрған жоқ. Бұл төрт бұрышты екен де мұнай таситын домалақ контейнер сияқты болады ғой. Сөйтіп осындай ұзаққа созылады деп созылатындығын білмеген екен поездың. Қазақстанда әдетте ондай ұзақ болмайды. Әдемі ауыл мына жақта. Егіз. Мына бір жерден мынау бағалары доллармен көрсетілген ғой. $10, $2, 6, 15, 22, 28-ге, 45-ге дейін барады екен. Сосын халал жер. Бұл жақта да халал нәрсе табуға болады. Аз болса да. Біздегідей қатты крутой емес. Бірақ қарапайым жер енді. Осындай орын екен. New әкеп берді. Мынандай столар бар. Тапсырыс алатын қыз. Өмірімде бірінші рет салқын шай ішінде жатырмын. Дайындалған салқын екен да, ыстық берілмейді. Мынаның ішінде бір айс дейді. Тәтті емес. Қызық екен. Американдықтардың ресторанда беретін порциялары сондай үлкен болады. Мен шашлик дегенге мынаны ғана күткем. Мына етті ғана. Тұрғандары ет, бірақ таяққа берілмеген екен, қызығы. Қасына күріш, нанмен қосып жейтін помидор, ондай соус, салат, пияз. Осының бәрі 4.000 ма, 6.000 ма болды ау, Қазақстандық теңгемен. Бірақ мына жақтың бағасына болады енді, өте жақсы. Иттер мен мысықтар, тағы бір жануарларға басқа нәрселерге сататын шығар. Ондай жерге келдім, дәрілерін, тамақтарын, ойыншықтарын сатады. Күшті. Мынау шын екен. $2. Мысықты серуендетсең осыны тағып серуендетуге болады екен. Бірақ мысықтар көнбейді ғой ондайға. Мына жақта серуендетуге болады, бүркіт жеп кетпес үшін. Әдемі. Тамақтарын сап қойыпты. Күшті. Бастады. Мынау үшкір болып инеге ұқсап кетті. Мына жақта поездың жолы тұр, дәл қасымызда. Штатты батыс пен шығысқа бөліп тұрған тауларға жақындап бара жатырмыз. Бұлттарды ұстап қалатын таулар.
біз әлі жасыл бөлігіндеміз. Таулардан кейін шөлді бөлігі басталады дейді. Сондай екен, картадан қарасақ шығыс бөлігі шөлді болады бұл жақтың. Алда Сұлтан деген қалашыққа келетін боламыз. Ал мына жердегі көрініс деген керемет. Тау деген Алматыға енді жақын. Алматы сияқты керемет көрінісі бар жер екен. Өте ұнады осы жер. Сұлтан қалашығы керемет екен. Өзен тауып алдым. Әдемі. Мына жерден екі бөлек қосылып тұр. Білмеймін, екеуі бірден келіп жатыр ма, әлде мына жаққа барып мынау әлі тоқтай ма? Бірақ ерекше көрініс екен. Балықтарды іздеп жүрмін. Салмон дей ма, қазақшасын білмеймін. Салмон бола ма, басқаша бола ма? Қызыл балық бар ғой, еті. Сондай іздеп жүрмін. Келіп жүр дейді. Олар қанша шақырымға өмір сүруге кетсе де, жүзіп судың ішінде туылған жеріне қайтып келеді екен. Мен қанша мың шақырым болса да, сол туылған жеріне қайтып келіп, көбейеді екен. Сол табиғаттағы бір ғажайыптардың бір екені қайтып келеді екен. Солар қайтып келетін мезгілдері келе жатыр екен, соны іздеп жүрмін. Табып қалар деп, сондай балықтар. Қатты қызған емес екенше. Міне тұр балық. Онша көрметті. Күз болып жатыр. Әлі жап-жасыл негізі. Сарғаятын ағаштар да бар, бірақ бұл Вашингтон штаты аты бар. Мәңгілік жасыл штат деген. Өйткені бұл жақта шырша ағаштар өте көп. Ал шырша ол сарғаймайды жапырақтары. Сондықтан қыста да жасыл болып тұра беретін ағаштар көп болғандықтан екінші аты бар, мәңгілік жасыл штат деген. Бұл штаттың және өте солтүстікте орналасса да бұл штат қатты салқын бола қоймайды. Қазақстандан сәл жылы болады. Дәл мен тұратын жерде қыста ауа райын көрдім, қандай болатын. +5, 0 градус, +3, минусқа өте сирек барады екен. Ал келетін суы мұхитқа шектеседі ғой. Ол Гавай аралдарындағы су өзен ұқсап келе ма, түсінбедім. Бір нәрсесі бар екен. Сол Гавай аралдары жып-жылы болғандықтан соның жылысы осы айдаладағы мыңдаған километр де жатқан Вашингтонға да жетеді екен. Сөйтіп сәл жылтады екен. Сондай қызықтар. Бұл жақтағы ағаштарда көп мынандай бұтағы дей ма? Қоңыр ағаштың өзіне жасыл мынандай нәрселер шығып кетеді. Өте ылғал болғандықтан. Амазонка сияқты. Жап-жасыл. Кейде тас жолдарға да осындай жапырақтары түсе ма, ұсақ-ұсақ тас жолдардың өзі жап-жасыл болып жатады ғой. Бір жапырақ түсті. Мына жерде скейт-парк. Ал мынау қойылым деп айтады ма? Фермерлік маркет дейді. Күшті екен. Әдемі қып қойған заттарын. Күшті гүлдер, сурет, қолөнердің заттары. Сосын барып асқабақ жемістер көрдім. Осындай күшті жер. Сәндегендер өте күшті екен. Міне мұндай сувенирлер. Киімде бар екен. Мына асқабақтар қатты ұнады. Мына жердің апайы маған тегін
алмұрт берді. Өмірімде жеген ең тәтті алмұрт болды. Осындай әдемі екен. Сабындар, тауық. Хэллоуин жақындап келе жатыр ау, әлі болып қойды ма, білмеймін. Сондай заттар ұнады. Америкада жүрміз, бірақ қалама ауылының аты ма, әйтеуір Сұлтан екен. Sultan Farmers Market. 10-нан 2-ге дейін дейді. Вашингтон штаты. Мына ауыл қатты ұнады маған ше. Тауларының көрінісі керемет. Әдемі. Қарасаңыздар. Тамаша, әдемі таулар қоршаған айналасын. Тамаша. Мынау керемет қой. Бұлттардың деңгейінде отыр. Бұлттардан қатты биік емес. Төмендегі бұлттардың бірдей. Bir ұнаған жері арасында. Exit the traffic circle onto US 2. Continue on US 2 for 24 miles. Сөйлеп болды. Арасында европалық стильде салынған нелер жатқан. Үй сияқтылар. Сондайлар әдемі. Мен мына жақты көрсетейін деп тұрмын, жабылып қалды ғой. Осы жаман екенше бір көріністі көрсеттік. Әдемі көрініс болса, ағаштар көп, жауып қалады. Көріністі неше рет көрсеттім мен. Көзім талмай жатыр әлі. Көздің жауын алып жатыр. Қайта. Bir әдемі жерден екінші әдемі жерге, үшінші әдемі жерге сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Шаңғы тебетін жер бар екен. Мына жерде қыста енді қар болады ғой. Осыған шығып шаңғы тебеді. Тауларда аяқтайын деп қалдық. Ағаштар сәл өзгере бастады, басқаша ағаштар. Сосын топырағы құрғақ бола бастады. Something went wrong with the connection. Try again. Сосын мынау өртеніп кеткен орман болу керек. Таудың үстіндегі. Сәл өзгерді бізде ландшафт. 10 минутта жетеміз. Ана қалашыққа. Әлі де өте әдемі. Ағаштар өте көп. Мынау жартас болу керек, мына тау. Сондықтан ағаштары сирек өскен екен. Мына өзеннің жағасымен кетіп бара жатырмыз. Сосын мынандайлар болады екен. Қазақстанда да бар ма, жоқ па білмеймін. Өстіп озып, мыналар баяу айдап бара жатқандықтан озайын десең, сен алдыңа түсіп алады екен да. Тез айдап кетеді екен машинаны. Сөйтіп қырсығып оздырмай қояды екен. Осылардың артында келе жатырмыз енді. Келдік. 11-қа келіп қалдым. Бавария стилінде салынған неміс стиліндегі Вашингтондағы қала. Өте әдемі. Міне қаланың іші. Әдемі гүлдер отырғызылған. Таулар өте әдемі. Осындай. Алдымызда көп әдемі жерлер. Мынау шеті ғой.
Не мынау Европаға ұқсап тұр. Қандай керемет. Even McDonald's has to. Иә, тіпті Макдональдстың өзі бавариялық стильде жасау керек. Starbucks'ы да көрдім. Заманауи логотип жарамайды. Осындай ескі стильде жасау керек. Әйтпесе салдырмайды. Жасатпайды, қойдырмайды. Күшті. Мынау жатыр. Мына адамдар жүріп қыдырып жүретін жерге. Қаланың көрінісі керемет. Тамағы жейтін жерлер көбісі. Біздің заттарды сататын жерлер болу керек. Сенде яғни киім сататын жерлер. I have eyes. Американың ішіндегі кішкене Европа. Тамаша жер екен. Европаға саяхаттап беруге ұқсап жүрмін ғой. Кішкене парк отыруға болады. Мына жақта мороженыйға болай. Осындай кезекпен күтіп тұр адамдар. Осындай екен. Қалпақтар да тұр. Қалпақ сатама, білмеймін. Осындай адам тола. Жай қаңылап жатыр. Данияның пісіретін нәрселеріне сататын жерге келдік. Дәліз, нан, сондай күш нан сияқты нәрселер сатады. Данияның пісіретіндер тәтті болады дейді ғой. Таңғы асқа қосып ішкен, жеген жақсы екен. Осындай тәтті нәрселер. Банкоматтар кішкентай болады экраны, айтпақшы. Кейбір. Ойыншық сататын жер. Әдемі ойыншықтар бар екен. Мына мультфильмнің атын ұмытып қалдым. Осындайлар көп екен. Күшті. Тағы да ойыншық сататын жер. Мына тиынды тауып алып едім ғой, соны байқап көреміз. Step 1, insert 50 cents above. So we're going to do this. So step 1, now put your penny in. Step 2, and slowly push it in. Okay. And then pull the slot. Is it in all the way? There we go. Тиын салып көріп жатырмын. Тиынды езіп бір фигура жасап шығарады ау. Where is it? And there you go. О, міне домалақ тиынды осындай қылып шығарды. Мынау күшті екен. Бірақ $100, 48.000 теңге.
қымбаттау. Watch out for this bouncy ball. Harry Potter. Қандай күшті жаңағы заттарға ұқсайды басқа жерде. Өткен сұлу қала. Мына жерді көрсетіп қойдым ау. Жаңа жылда да бұл жақта жақсы адамдар туризмге келеді екен. Сондықтан қыста да бұл жаққа ақша тауып тұрады. Қыста туризм болмай қалатыны бар ғой. Әдемілеп сәндейтін сияқты ғой. Европаға тезірек барғым келіп кетті. Осында европалық нәрселерді жақсы көрем. Сарайлар, киімдері, осындай ғимараттар әдемі болады ғой. Затымды жоғалтып алдым ба деп жүрсем, қолымда тұр екен. Stunning, beautiful қала. Өте ұсынамын Вашингтон штатына келген адамдар осы жаққа келсін. Leavenworth қаласына. Бір стилде салғандығы соншалықты. Мына май қоятын жерде де Европаның Бавария стилінде салған екен. Бірақ ана жаққа шамалы жүргеннен бастап кәдімгі американдық сияқты үйлер басталады, бірақ бизнестерге ғана қатысты бұл ереже білмедім. Әлде осы айналаға ғана қатысты. Бұл жерде аралап болдым енді. Енді ары қарай кетем. Бұл қалашықтың тарихын білгенім, үйренгенім ол баяғы 70-80 жылдарға дейін ағаш кесумен, ағаш сатумен айналысқан екен да. Содан кейін ағаштың бәрін кесіп бітіп, адамдар ыдырап тарай бастаған екен. Содан кейін басқалай ақша табуға шешім қабылдаған екен бұлар. Барлық бизнестің құрылыстарын бавариялық стильге жасап, солай туризмге көшкен екен. Содан кейін аман қалған екен. Әйтпесе адамдар қалаға көшіп кеткен, ағаштың бәрін тосып біткен деген сияқты. Солай болған екен. Ал мына жер болса менде жолдың бойындағы өткен жер болатын, өте таң қалдырды. Машиналары жүріп өтетін жол бар ғой, соның бойында бақшаның қасында орналасқан. Осылай ешқандай адам жоқ, ол жерде жұмыс істеп жатқан, бұлай жасып қойған. Біз адалдық бойынша жұмыс жасаймыз бұл жерде. Сондықтан қалағандарыңызды алып, өлшеп өздеріңіз төлеп кете беріңіздер деп жазып қойған жер болатын. Сол өте таң қалдырды. Өзім алма алып көбінесе соны күшті жерден таң қалдырды мені негізі. Қылмыс көп деп айтады бұл жақта, ұрлық көп деп айтады, бірақ бұл білмедім, ұнады әйтеуір. Омикотенс деген жер. Әдемі бақ дейді. Көреміз. Күшті болып басталып жатыр енді. Орындықтарды қатырып істеп қойған екен. Мына жақта жалға алған сияқты. Той жасауға. Үйлену тойын жасайды. Иә, әдемі жер ғой. Үйлену тойын жасауға.
Yeah. That moves our wheat. So there's a lot of wheat from Eastern Washington. мына тура Қазақстандағыдай ғой. Осындай жерлерге жүзуге болмайды деп жазып қойды да бұл жақта да бар екен ғой. Бұндай жазулар. Күлкім келіп тұр да. Tickle fish, yeah. This is called a koi pond. Әдемі балықтар жүр ішінде. Мынандай жер бар екен. Аяқтап бітіп қалдық. Бәрі бір-біріне ұқсас жерлер бірақ. Найс қой, найс жақсы. Мынау алма өңдейтін ба, алманың фабрикасы ма, сондай нәрсе екен. Көріністі бұзып тұр, өте көп. Судың жағасына салып қойғандарын айтамын да, басқа жер таппай. Бірақ мына өзен өте үлкен екен, сосын өте терең дейді. Қайтып бара жатырмыз. Таулар көрінісі керемет болып тұр. Costco деген зат арзанға сататын жерге бара жатырмыз. Арзанға сатқанда көптеп сатады да, сосын арзанға сатама бір нәрсесі бар. Мына Costco дегеннің іші қатты әдемі емес, өйткені осындай көп қылып сатады. Үйіп үлкен телевизор. Алтынның бағаларын көрсетейін. Осыны аударып, интернеттен аударып көрсеңіздер болады. So here you go. Here's her tennis bracelet. So for when she plays tennis, she can wear that for, $5,000. Yeah, there you go. Осындай бағалар. Жүзік. Аударып көріңіздер. Мына айфондардың бағасын тауып алдық. iPhone 16 Pro 128 гигабайт $999. Ары қарай кете береді. 1 терабайт $1500. 16 Pro Max $1600. 15 Plus мен ұстайтыным. Алынбайды екен. This is yours, right? Я. 800 жаңасы 929 екен. 16 осындай бағада. Арғы жақта жаңа жылдың заттары тұр ғой, қыркүйек болса да. Ана жақтан Хэллоуиннің заттарын тауып алдым. Жай ғана ойыншықтар сияқты. Күшті екен мынау. 9000-дай тұрады. Мынау үлкен болса да 45.000-дай теңгемен. Ана жақта шын асқабақтар тұрды. Қазақстанда ондай әдемі асқабақтарды көрген емеспін. Ана жақта әдемісін өсіреткен формалар етем ғой. Күшті шоколад. Асқабақты тауып алайын. Hazır көрсетемін. Мына баланың шашы сияқтысы. Әдемі. Осындай ойып жасайтындар осындай болады екен ғой деп қалдым ғой. Күшті. Жеміс жидектер. Лайм. Міне жаңа жылдың заттары. Мынау Якимаға барар жол. Артқа отырып алдым. Оқып, көлік жүргізудің ережелерін қарап оқып отырмын.
Men уже 2 rет құладым. Ағылшынша болғасын, басқа елдің ережесі болғасын енді қиын бізге. Сол жол Қазақстанға көбірек ұқсап бара жатыр. Таулары шөлді болып. Біздегі Кентаудың арғы жағындағы тауларға ұқсайды екен. Осындай жол. Мына ағаштарда бізде көп өсіреміз осындай. Uzun жіңішке ағаш ше. Секіріп атсам, жолшысы атырға денем бітел. This is sagebrush. Мынаның үлкендігі соншалықты теңізде, мұхитта толқын болып жатады, сол сияқты толқын болып жатыр. Ал бірақ бұл өзен. Шықты міне жел энергиясы. Анда басқаша жел энергиясы деп отырмын. Бірінші рет университетке келіп тұрмын. Мына жақта Америкада осындай екен. Мұғалімдерді дайындайтын университет деп естідім. Осындай жер. Мынау жаңасы болу керек. Заманауи екен. Мыналар есік сияқты. Өте таза. Жинаған. Мына жерде велосипед, мопед сияқты нәрселерді қоюға болады. Ішіне кіруге болады. Мысалы, ішіне де кіремін. Университеттердің логотипі болады ғой. Мына бір үлкен мысық сияқты нәрсе екен логотипі. Бүгін демалыс болғандықтан ешкім жоқ. Ара-арасында жүр. Сабақ жоқ бүгін. Мына іші университеттің іші болғанда адамдар демалыс күнінде келе алатын жер екен. Сабақ оқитын жер емес енді. Мына жерде спорт зал, тамақтанатын жерлер, банкомат, былай жүргенде отыратын жерлер, киімдер, университеттің тақырыбындағы. Gonna go upstairs. Yeah. Oh, I'm gonna use the restroom. I'll see you later. Probably this is really good.
ішінде банк та бар ман. Күшті ғой. Екінші қабатына шықтым. Бұл жақта да отыратын жерлер бар екен. Аса қызық еш нәрсе жоқ сияқты. Мынау Якима қаласы. Бизнестерден жүріп өтіп кеттік. Бірақ негізі Америкада іш пыстырарлық қой, түнде қап-қараңғы болып тұрады, адамдар At the light, turn left onto South 16th Avenue. Осындай онша емес болып тұрады қалалар. Қазақстандағыдай қызық емес түндегі өмір қалаларда. Бұл жақта осындай. Айтпақшы, мен шашымды алдырып алып, кеше алдырдым. Сосын бүгін саусақтың іздерін тапсыруға бардық. Жақсы өтті, өте тез. Кішкентай қала болғандықтан, иммигранттар аз қала болғандықтан 2-ақ адам болған шығар кезекте. Мейірімді қарсы алды, бірақ ағылшынша сөйлемей, испанша сөйлеп жатқандарға ұрсып сөйлеп па, сондай онша емес сөйлеп жатты. Ағылшынша сөйлейтіндерге жақсы сөйлегендей болды бізге. Солай жақсы өтті жалпы. Саусағымыздың бір қадам жақын әйтеуір құжатымды алуға, құдай қаласа әдемі жерден кетіп бара жатырмыз. Сондай жер жапқалы тау. Егетін жер екен. In 2 miles, use any lane to take the I-90 West, US. Жолдан жеміс сататын жер тауып алдық. Әдемі асқабақтар. Шоколад, тек қана жеміс емес, басқа да нәрселер сатады екен. Арзан. Екінші қабатында да бар екен бір нәрселер. Күшті. Мынау түріктердің жасайтын сияқты аты қандай еді? Рахат локум дей ма? Бұл Америкада да жасайды, бірақ түріктердің түркиш делайт деп жазып қойыпты. Түріктерден шығатынын білмейді ғой негізі. Әңгелектің көлемімен бірдей қарбыз. Осындай нәрселер. Сырттары әдемі екен шоколадтың. Кәмпит. Екінші қабаты мынандай. Сувенирлер, кітаптар, киімдер бар екен. Жолдан әдемі көріністер қайтадан басталды. Ормандар бірден басталып кетті. Жері құрғақ көрінсе де, бірақ ағаштар өте көп. Алдағы мына көпір адам
андай жол жоқ та. Қызық. Мына поездар тұр. Күшті екен. Өтірік сияқты. Сәнге қойылған сияқты болып тұр. Is that for decoration? Trains. It's a museum, yeah. Muzey ekan. Yeah. The railroad was built here for logging. Жолда сарқырама бар екен. Өте танымал. Соны көрейін деп жатырмын. Қазір көреміз. Қандай екенін. Керемет. Бұндай үлкен сарқырама көрмеген өмірімде. Күшті. Тура жаңағы сарқыраманы төменге түсіп көретін жер бар екен. Төмендегі көрінісі қандай екенін көретін боламыз. Міне су төмендегі сарқырамаға әлі жетпедім. Міне сарқырама төменнен қарағандағы көрінісі. Бұл сарқырама атақты Ниагарадан да ұзын екен. Бірақ Ниагара сияқты семіз сарқырама емес, жіңішке. Әдемі көрініс. Жету қиын болып кетті төбеге. Тиындар жүр. Секіріп жүреді екен. Европалық магазин деп қойыпты, бірақ орыстың, украиндық заттарды сатады. Міне Қазақстанда бар шайлар, икра, қияр, орыстың салаттары. Разрыхитель. Күшті. Тархун, киви, буратино, мохито. Мынау бар ғой тура бізде. Чупа-чупс, шоколадтар. Солайша жүріп, 3 күн менде ақшта өткен ең керемет күндердің бірі болды. Бұл сапар мен үшін өте жолым болған сапар десем болады. Өткені ауа райы да керемет болды бара жатқанда. Әрине Қазақстанды еске алатын шығыс жағындағы шөл болып жатқан сары тауларды көрдім. Өзімізде көп өсетін алмалар болды. Сол сияқты өте көп позитивті сәттер болды. Неміс қала қатты ұнады, Leavenworth маған. Тағы не айтамын? Қай жерге барсам да бүкіл барған жерімнің барлығы жолым болып күшті болды десем де болады. Жалпы негіз шығыс жағында адам аз тұрады екен, сондықтан кезексіз кіріп кете береді екенсің көп нәрсеге. Шашымды алдырттым, кезексіз қолымның іздерін бердім иммиграцияға.
Сонымен қатар жүргізуші куәлігін емес, енді жартылай жүргізушілік куәлігін алдым десем де болады. Яғни оқушының, яғни қасында бір адам болу керек, үйретіп отыратын жолды. Ал бірақ ережені, теорияны мен өтіп қойдым. Сондай жалпы керемет менде сапар болды. Өте алғысым шексіз. Осылай аман-есен жетіп алдым. Ұшып кеткен жеріме қайтып келдім. Мына жерде енді бұлт болып тұр. Алдыңғыдай күн жоқ. Видеоны соншама уақыт тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Осы жерге дейін жеткен адамдар болса, ұнаған болса, әрине лайк басып, жазылмаған болсаңыздар каналға жазылып кетулеріңізді сұранамын. Бәрі үшін рахмет сіздерге. Жақсы көремін. Сау болыңыздар.